қазақтың қонысбайы болды. Ел арасында аяй ақын атан, мемлекеттік қызметте де үлкен биіктіктерді бағындырған қоғам қайраткері, Астана қаласында тілдер дамыту басқармасын өзі құрып басқарды. Соның жанынан руханият атты мемлекеттік тілді жеделдетіп оқытатын орталық ашты. Осы Астананың қазақлануына көп үлес қосты. Қазақ мәдениетін жаңғыртуға үлес қосты. Кейбір жол бикелердің қазақ мәдениетін тұқыртуға бағытталған ісіне жол берген жоқ. Соған қарсылығын көрсетті. Мемлекеттік органның, қазақ мемлекеттік органның бар екенін көрсеткен тұлға. Бүгін осындай жақсы шараға жиналып отырмыз, қадірлі ағайын. Өзі қазақты, елін қалай сүйсе, мемлекетті қалай сүйсе, бүгін елі де мемлекеті Қонысбай Әбілді құрметтеп, Астана қаласында өз тұрған үйде ескерткіш тақта ашуға рұқсат беріп отыр. Мінекей, сіз бен біз сол жиынға келіп отырмыз, қадірлі ағайындар. Ендеше мемориалдық тақтаны ашу рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Алғашқы сөз көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, мемлекеттік сыйлықтың иегері Төлен Әбдік ағамызға беріледі. Мынау адам шал болған сайын әңгімелерден бастайтын әдеті. Қонысбай бала кезде білем ғой енді. Мен мектеп бітіріп оқуға түсу үшін Алматыға кеткенде Қонысбай 5 жасар бала еді. Әкесі Іскендір ағамыз бір өте сыпайы, сырбаз кіші болатын. Қонысбай анасынан кішкене ертерек айырылып, бір сағынышпен өмір сүргенін білеміз. Осы бала кезінде мектепте ме екен, анасы туралы ән шығарып, сол ән бүкіл Қазақстанға тарады. Сол кішкентай бала кездің өзінен домбыра тартатын, ән айтатын, көзге түскен бір өнерпаз бала болды. Кейін жаңа Бауыржан айтып кетіп жатыр ғой, кейін алғашқы 90-шы жылдары әлгі айтыс өнері қайтадан жаңғыра бастаған кезде сол айтыс өнерін қалпына келтірген азғантай жұлдыздардың бірі еді. Ал енді оның айтыстың сыртында жазған жазбаша өлеңдердің өзі қандай керемет. Елге деген сағыныш, азаматтық жауапкершілік, өмірдегі ең үлкен құндылықтар махаббат, ізгілік, әділдік деген секілді ұғымдарға арналған керемет өлеңдер болды. Әлгі қызметте де сондай еді, үкімет табыса білетін. Ал енді қоныстың әзілі деген бұл өз алдында бір тақырып, оны зерттеу керек. Қоныс басқарған той-думан, жиындар, бұл әзіл күлкіге толы, халықтың көңілін көтеретін, халықтың саласына бір ерекше бір серпін беретін ғажайып сәттер көп болды. Осы өзіміз білетін баяғы Ғафар, одан кейін өз қатарласы жұмыс істеген Кенже Ахмет, Сейіт, тағы басқалар төңірегінде бір айтатын әңгімелері, ол енді тек сол бір күн келесі сол әңгімесін тыңдап отырған кезде. Өзінің адамгершілік мінезі қандай еді, үлкен сыйлай білуі, кішіге дегенде, бәріне де деген ілтипаты, айналайын өзінің талантына сай кісілік адамгершілік қасиеті өте биік болды. Ал енді бізге енді өзіміздің кейін өскен бала болғаннан кейін ерте кеткен секілді көрінеді әрине. Бірақ енді өмірге не істей аласың енді. Сәби болып келесің, ер жетесің, сенің өмірден қашан өтетінді бір құдайдан басқа ешкім білмейді. Тек сол азғантай ма, мол ғұмырдың ішінде кішкене сапалы өмір сүрсең,
Töңірегіңе өзің атақ жақсыны айтса, ел жұрттың жүрегін ойласаң, одан артық қандай бақыт керек адамға. Сондықтан қанша уайымдасақ та, қанша ойланып уайым кешсек те, біз енді қонысты бір бақытсыз жан деп айта алмаймыз. Өйткені себебі артында ұрпағы қалды. Артында бала шағасы бар. Дүниеге келін айналайын. Ауырған кезде осы баладай баптап күтті. Үлкен рахмет айналайын. Енді міне біраз уақыт өткеннен кезде мынандай ескерткіш сақтырылатып жатырмыз. Бұл тарих. Бұл тарих. Кеше біз Алматыда жүрген кезде де әр үйлердің төңірегінде осындай баяғыда бізде бұрын өтіп кеткен белгілі айгын адамдардың ескерткіш тақтасын көріп ойланатынбыз, апырай осылай елге қандай еңбек сіңірді екен деп. Одан кейін ұрпақ ойланатын кездер болады деп ойлаймын. Ал енді осы іс-шараны ұйымдастырған мынау қаланың азаматтарына, тіл комитетінің басшыларына бәріне айналайын рахмет. Сендер қазақты азаматты сыйлай білсеңдер, сендер де келін ұрпақ сыйлауға тиісті. Ал енді не айтамыз? Айналайын. Артында ұрпақ аман болсын деп тілейік Алладан біріншіден. Екіншіден, қоныстың қалдырған рухани мұрасы бар. Ол рухани мұра да ұзақ өмір сүруге тиісті. Адамның жақсы адам, талантты адам дүниеден озғаннан кейін оның екінші өмірі басталады. Сондықтан сол қоныстың екінші өмірі, оның шеруі ұзағынан болсын деп тілейік. Мынау ескерткішті енді ашуға кірісуге бола ма? Жоқ. Әлде тағы басқа сөз бересіз, ол өзін бұлай. Келгендерге баршаңызға рахмет. Рахмет Өлен аға. Шынымен де Қонысбай аға сан қырлы адам болды. Қонысбай аға айтқан екен деген әңгімелердің бәрін жинап берсе, бұл қазақтың қазынасына қосылатын үлкен не болатын сөзсіз. Бұл қазақтың айтыс өнеріне де әдемі қалжыңды, қазақтың байырғы мінезін, үлкен мен кішінің арасындағы сыйластықты, сондай бір жақсы дүниелерді алып келді. Қонысбай аға сахнаға шыққанда жұрт рақаттанып, күліп, мәз-майрам болып отыратын. Адамдардың көңілін бір желпіп өтіп, ерекше риза қылып, ұтқырлығымен кез келген қарсыласты жаңағыдай тізеге салып тұқыртып тастамай, жетелеп отыратындығымен, әдемі әзілімен солай жұртшылықтың көңілінен шығып жүрді. Қазақтың айтыс өнерінде аяй ақын деген атпен қалды, әдемі әуенімен қалды. Өзі композитор болғандықтан шығар, сөз өнерін ерекше қадірлегендіктен шығар, ағамыздың әуені де, сөзі де жұртшылықтың көңілінен шығып тұратын көрерменнің. Ал енді осында айтыс өнерін дамытуға сол 90-шы жылдарда да ерекше атсалысқан, қазір де осы істің басы қасында жүрген үлкен жүректі азамат, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Аманжол Әлтай бауырымыз келіп отыр. Құрметті осы бүгінгі ескерткіш тақтаның ашылуына келген құрметті қонақтар, бүгін біз ел жүрегі Астананың төрінде Алаштың жүрегін жырмен тербеген, Алаштың, қазақтың аяй ақыны атанған бәріміздің ұстаз ағамыз Қонысбай ағаның тұрған үйіне өзінің қанатын жайған қасиетті шаңырағының іргесіне ескерткіш тақтасының орнатылу салтанатына келіп тұрсыздар. Расында да жаңа ағамыз, Төлен ағамыз айтып кетті, біздің Қонысбай ағамыз сан қырлы талантты өнер иесі болатын. Кешегі 70 жылдық тоқыраудан кейін бұлттан шыққан күн секілді жарқ етіп қазақтың алдаспан өнері, айтыс өнері қайта түлеген сәтте сол айтыс көшінің басында Көкен Шәкеев, Манап Көкенов аталарымыздың ізін басып, кешегі Тархан Жәнібек Батырдай топ бастап, көш бастап, осы Қонысбай ағамыздың үлкен жарқырап шыққандығы әлі елдің жүрегінде, халықтың жүрегінде. Сол Қонысбай ағамыз
кейінгі өзінен кейінгі толқынды толқын қуат, толқыннан толқын туат деп ұлы Мағжан айтқандай, қаншама буын ақындардың айтыс өнеріне, қанаттануына, талаптануына, өнерін ұштануына үлкен ұстаздық үлесін қосты. Мына орталарыңызда тұрған менің өзім сол ең алғаш қолыма домбыра ұстаған кезде, сол ең бірінші сахнаға шыққанда мен Қонысбай ағамның мақамымен айтысқа шыққан болатынмын. Ол кісінің бөркіне үкі тағып шығып, киінуінің өзі үлкен бір кешегі сал серілерінің үлгі өнегесін елестететін еді. Қонысбай ағамыз үлкен тұлғалы аға бола тұрса да, қай кезеңде болсын кішіліктің үлгісі болды. Кішірейіп сөйлеуді жақсы көретін еді. Мысалы үшін Абайдай ақын болуды армандап әркім өтеді, ал өзіме Нұрхандай ақын болсам жетеді деп айтатын еді. Басындағы бөркіне тиіскен кезде жігітке бөрік тағу нұсқан бекен, сөзіңді бұйырмасын ұқсам бөтен, үкілі ыбырайдай болмасам да жаңа қайратқа еліктеген түрім шығар дейтін ағамыз. Сол Қонысбай ағамыздың осы айтыстағы үлкен ағалық ақылын тыңдадық, өнегесін тыңдадық. Ол кісі сол 80-ші жылдардың соңынан бастап осы үлкен саналы өмірінде айтыс өнерінің қалыптасуына, дамуына үлкен үлес қосты. Осындай үлкен ғұмырлы шығармашылық мұраларын қалдырып кеткен біздің ақын ағамыз Асқар таудың өлгені, басы мұнар шалғаны, аруана күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені, қарасында жатқаны, жақсының аты ғалымның хат өлмейді деген екен. Расында да Қоныс ағамыздың жақсы тұлға ретінде аты да өлмейді, ақыны ретінде артында қалған мұрасы да өлмейді деп ойлаймыз. Қазақтың Алтайдан Атырауға дейінгі Ұланғайыр даласындағы қасиетті құнарлы төрдің бірі ол Дархан Торғай төрі. Осы дүние жүзіндегі небір ғажайып астаналардың барлығын біздің Қоныс ағамыз өзінің торғайын одан артық көретін еді. Өйткені бүкіл жазба өлеңдерінде де, айтысында да өмір бойы өзінің торғайын жырлап өтті. Сол торғай кешегі арыға бармаған күннің өзінде Ақаң мен Жақаң бастаған үлкен ұлық күш қай кезеңде болмасын қазақ қоғамына тау тұлғалы аса талантты, дарынды тұлғаларға кенде болған емес. Кешегі сол Ақаң мен Жақаңның ұлық көші, одан кейінгі кешегі Сырағаңдар мен Ғапекеңдер, одан кейінгі біздің Төлен ағаларымыз менен Қойшығара Қоғабай ағаларымыз, одан кейінгі Серағаңдар менен Кеңшілік ағаларымыз, солардың ізін басып біздің маңдайы жарқырап шыққан Қоныс ағаларымыз болатын. Сол көш бүгінгі күнге дейінде сол торғайдан шығып ұлттың руханиятына, қазақтың төл мәдениетіне, әдебиетімізге еңбегі сіңіп келе жатқан талантты буындар бар. Ендеше ардақты ағайын, алдағы уақытта да сол Қоныс ағаларымыздың ізін басатын Дархан Торғайдың төрінен талантты ұл мен қыз шыға берсін дегім келеді. Бәріміздің қазір табанымызды тіреп тұрған мына іргеде Қоныс ағамыз кезінде талай жүріп, талай серуендеп, осы үйдің қасында талай әңгімесін айтып, елді әзіл қалжыңға қарық қылып жүрген күндерінің барлығы бүгін естелік. Сондықтан да мына бүгін арнайы Қоныс ағамыздың тұрған шаңырағына, іргесіне ескерткіш тақта орнатуды біздің ұсынысымызды қабыл алып, үлкен шара жасап жатқан Астана қаласының әкімі Жеңіс Махмұтұлы мырзаға, оның қасындағы азаматтарға, мына Қоныс ағамыз білесіздер, ел жүрегі Астана болып байрағы көтерілген сәтте ең бірінші осы Астана қаласының тілдерді дамыту басқармасының бастығы болған ол Қоныс ағамыз еді. Өзі қалыптастырып кеткен, өзі іргесін бекітіп кеткен сол тілдерді дамыту басқармасын бүгін мінекей Қоныс ағасының жолын жалғастырып, менің Сәкен інім үлкен абыройлы қызмет етіп жатыр. Мына Сәкеннің қасындағы азаматтарға барлығына рахмет айтқымыз келеді. Соңында Қоныс ағамыздың көзінің тірісінде аялап баптаған осы өмірлік жары, өмірлік сыңары Мунира жеңгемізге рахмет айтамыз. Сіз Қоныс ағамызды көзінің тірісінде аялап, баладаймап, баптап, осы кейінгі жылдардағы сырқаттан жүрген күннің өзінде сіз балаша баптадыңыз. Ал енді Қоныс ағамыздың өзі кеткеннен кейін шырақшысы болып, іздеушісі болып,
Қоныс ағамыздың аты ұмытылмаса екен деп осындай үлкен шаралардың өтуіне ұйытқы болып келе жатсыз. Соңынан қалған тұяғы Нұрхан бауырымызға үлкен Алла ғұмыр берсін. Кеше осыдан 2 күн бұрын ғана маған шетелден қоңырау шалып, аға менің тарапымнан қандай көмек бар деген секілді ұсынысын айтып жатыр. Соның барлығы әкеге деген баланың махаббаты болар. Сол Қоныс ағамыздың артындағы ұрпақтары жалғаса берсін. Бүгінгі мынау іргеден қойылған ескерткіш тақтасы ұрпақ жүрегіне Қоныс ағамыз жөніндегі үлкен сәулелі сезімдерді оята берсін. Құтты болсын ардақты ағайын. Қоныс ағамыз тек қана айтыскер болған жоқ, мемлекеттік қызметші ретінде де артында үлкен із қалдырды. Қазақтың осы жас астанасының еңсе тіктеуіне үлкен үлес қосты. Тыл басқармасының басшысы ретінде осында 10 рет республикалық ақындар айтысын өткізді. Тазша бала атты ғажайып бір конкурс өткізді. Поэзия фестивальдарын ұйымдастырды. Осы бір кездері білесіздер, баспасөзде үлкен шу болды. Мынау бір кәсіпкерлер мекемелерінің кафесінің атын Бесбармақ деп қоймақ болған кезде ағамыз қарсы шықты. Қазақта ондай сөз жоқ. Қазақ ет дейді деп. Сонда күллі ақпараттық қысымға қарамастан өзінің сөзінде тұрды, өзінің дегенін істеді, қазақтың мүддесін қорғады. Қазіргі ендігі сөз Астана қаласы мәслихатының депутаты Естек Қанат Ғалымжанұлына берді. Бүгін құрметті қалайық, бүгін алдарыңызға Астана қаласы әкімшілігінің атынан және Астана қаласы мәслихатының атынан сәлемдеме әкеліп тұрмын. Бүгін өте бір ерекше күн. Елордамызда осындай үлкен іс-шара болып жатыр. Бәрімізге мәлім, Қазақстан Республикасының халық ақыны, тіл жанашыры, сонау киелі Торғай өңірінің тумасы Қонысбай Әбіл ағамыздың бүгін еске алып, сол тұрған үйіне, өзінің киелі шаңырағына, сол қабырғасына бүгініне тақта ашылып жатыр. Құрметті халайық, мен өзім бүгін өзімді бақытты сезінемін. Сонау Астана қаласының әкімшілігінің ішінен, сонау мәслихат депутаттарының арасынан осындай іс-шараға келу, осы Торғай өңірінің тумасы маған Естек Қанат Ғалымжанұлына бұйырған екен. Өзімнің жерлесіме, өзімнің ағама. Әрине, еске алсақ, сонау бала кезімізде бұл ағамызға болмасаң да ұқсап бақ деген сияқты әбден әр сөзіне кәдімгендей ғашық болатынбыз. Оны жасыратын ештеңесі жоқ. Ер азамат осы кісіге ұқсағысы келіп тұратынды. Бұл біз үшін, жастар үшін, халық үшін аяй ақын болса, біз үшін аяй бала кезімізде аға болды. Ал енді бүгінгі таңда не айтамыз? Айтатынымыз, ағамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын дегіміз келеді. Осы өмірде істеген жақсылықтардың бәрі де осы елде қалып, елдің алдында ешқашанда ұмытылмас деген ойдамын. Сіздерге рахмет, аман болыңыздар. Әбілдің өскен ортасы, туған туыстары әрине Қонысбай ағамыздың атымен мақтанады деп ойлаймын жерлестермен. Ендігі сөз ағамыздың апасы, ағайын туысқандардың атынан сөйлеу үшін Ақторта Іскендір қызына беріледі. Құрметті халайық, бүгінгі мынау іс-шараға жиналып атқандарыңызға бәрлеріңізде ат салысып келіп, осы қолдап атқандарыңызға көп рахметімді айтамын. Ал бауырым туралы не айтайын? Бауырым өзі туғаннан ерекше бала болып келді өмірге. Біз оның тіпті осындай бойында осындай қасиеті бар екен, осындай қабілеті бар екен білмеуші едік. 5 жасынан бастап дыңғырлатып домбыра тарта бастады. Сосын әкем
отырып бір күні ай мынау че домбыра тартады ғой деп сосын домбыра тартқызып көрді. Сонымен не керек, өзінің ешқандай да нотасыз, несіз, 5 жасар бала не біледі? Мен тартам, мен айтам деп өзінің қабілеттілігін өзі жасап алды. Сонда 5 жасында сахнаға шығардық оны. Шығам деп болмады. Сахнаға шығардық. Енді кішкентай бала анау домбыраның несі қанашқын сыймайды мына жеріне. Бір адам ұстап отырады. Кішкентай стульчикке отырғызып, сөйтіп 5 жасынан бастап сахнаға шықты. Сөйтіп бұл бала өзінің бойындағы бүкіл қасиетін халыққа көрсете білді. Ал енді есейгеннен кейін, неғылғаннан кейін КЗУ-ге түсіп, журналистика факультетін бітірді. Ол жерде де жолдастарының ортасында, халықтың ортасында, елдің ортасында өзінің кім екенін таныта білді. Қай жағынан болса да, проза жағынан болсын, музыка жағынан болсын, қай жағынан болса да өзінің қабілетін көрсете білді. Халқына Қонысбай деген атын көрсете білді. Содан осы жерде қызмет жасады. Оның бәрін мен егжелеп айталып шыға алмаймын. Сондықтан мінекей алдында жүрген ағалары, Төлен аға, Серік аға, бәрлері Қонысбайдың қалай өскенін, өнгенін, қалай өмірде өзінің жолын қалай салғанын, оны бәрін де біледі, бүкіл халық біледі. Сондықтан мен сіздерге рахметімді айтып, көп соза бермей аяқтайын деп тұрмын. Мынау Әлтай бауырым, ағаңның жанында жүрдің, ағаң қоймаушы еді сені айтып, басқа жастарға өнеге тұтып, рахмет көп-көп. Анау Бауыржан бауырым, сізге рахмет. Сәкен бауырым, саған айналайын. Өзің басы қасыңнан, ағаң қайтқаннан бері осы басы қасында жүрсің. Өзіңнің көп еңбегің көп болды, сіңірген. Ал мынау келген ағаларға, денсаулықтарыңызға қарамай, әйтеуір Қонысбайдың мынау халықтың алдында қойылып атқан ескерткішін көрейік деп келіп отырсыздар. Көп рахмет. Басым дейіп рахметімді айтамын. Ал басқа қадірлі ағайындар, мінекей бұл үйде 2012-2022 жылдары Қазақстан Республикасының халық ақыны, қоғам қайраткері, сатирик, жазушы, сазгер Қонысбай Әбіл Іскендірұлы тұрған деген жазу мінекей баршамызға да құтты болсын. Берілді бет. Бүгін енді Қонысбай ағаның өзінің бейнесі жарқырап, қазақстаналықтардың көз алдында бейнесі тұратын болды, қадірлі ағайын. Сонымен де баршаңызды құттықтаймын. Енді бәріміз ортақ сөйлеп кетсек болсын. Туғаннан құлыным деп аймалаған өзіңдей абзал ана қайда маған дүние аналар мен көрікті ғой. Анасыз бұлбұл құста сайрамаған, көз ілмей түн қатқан, жаным деп үн қатқан, аялап баласын мәпелеп өсірген, мың алғыс анашым, аялап баласын
мәпелеп өсірген мың алғыс анашым. Анасыз керек емес тақтамаға